сіздер көрген жолдар менің күнделікті жүріп өтіп, періштелер мекеніне айналған жұпар бөбекжайының төріне жеткізеді. Есіктен кіргеннен жылулығымен қарсы алатын бұл мекенде өзім бастаған 37 қызметкер, оның ішінде 15 педагог мамандар, 2 мен 5 жас аралығындағы 100 баланы тәрбиелейді. Қызығы мен қиындығы бірге жүретін мамандық иелерінің көшбасшысы болу үлкен жауапкершілікті талап етеді. Осы жауапкершілікті абыроймен атқарып жүргеніме 6 жылдан асып отыр. Аталған жылдар ішінде қолайлы білім беру ортасын құру мақсатында педагогикалық кадрлармен, ата-аналармен және жергілікті қауымдастықтармен бірлескен іс-шаралар ұйымдастырылып келеді. Тиімді басшы ұйымның құрылымын тиімді ұйымдастырып қана қоймай, барлық қолда бар ресурстарды тиімді басқара білу, оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру керек деп ойлаймын. Оның ішінде материалдық техникалық базаны пайдалануды оңтайландыру, құрал-жабдықтарды, ойыншықтарды, дидактикалық материалдарды сатып алуға, үй-жайларды жөндеуге және күтіп ұстауға бюджетті ұтымды бөлуге көңіл бөлемін. Мемлекет бюджетінен бөлек демеушілік етуші азаматтарды тартамын. Кез келген ұйымның ең құнды ресурсы адам. Сондықтан ең алдымен тиімді басқару жүйесінде жақсы кадрларды таңдап қана қоймай, олармен бірге жұмыс істеу барысында маңызды шешімдер қабылдау уақытында педагогтардың пікірін ескеріп, өзара түсінік пен сенім атмосферасын құруға тырысамын. Қоғамдық іс-шараларды басқарып қана қоймай, бірлесіп атқаруды жөн көремін. Әрдайым педагогтардың кәсіби деңгейін арттыру үшін курстар, тренингтер, семинарлар, шеберлік сыныптарды ұйымдастырылады. Соның негізінде бөбекжай педагогтары мен тәрбиеленушілері аудандық, облыстық, республикалық деңгейдегі курстар мен байқаулардың жеңімпаздары атанып келеді. Мектепке дейінгі ұйымды тиімді басқарудың тағы бір жолы қоғамда болып жатқан әлеуметтік экономикалық өзгерістер мен еліміздің білім беру саласында болып жатқан өзгерістерден қалыс қалмай, одан әрі дамуына үлес қосу деп есептеймін. Оның дәлелі ағымдағы оқу жылы біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында көлемді жобалар қолға алынып, тәрбиелеу білім беру процесінде жоғары нәтижеге қол жеткіздік. Оның ішінде театр әлемі, жасыл балабақша, лего ойындары жобалары жүзеге асып, аудан көлемде өз тәжірибелерімізбен бөлістік. Балабақшаны тиімді басқару бұл тек басқару емес, болашақ ұрпаққа салынған тиімді инвестиция. Себебі бүгінгі баланың тәрбиесі ертеңгі елдің тағдыры.